Баршаларыңызға ассаляму-алейкум. Жансая Бақытбек қызының YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге Алла Тағаланың Әл-Холиқ, жоқтан бар етуші есімін бірге балаларымызбен бірге жаттауға шақырамын. Видео қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Әл-Холиқ ол жоқтан бар етуші деген мағынаны білдіреді. Бұл есімді жұмысында табысты болғысы келіп жүрген, жұмысында өскісі келіп жүрген әрбір жан күніне 214 реттен қайталауы керек. Сондай-ақ бұл есімді кешкісін, яғни екінті намазынан кейін зікір еткен адамға Алла Тағала бір періштені жаратып, сол періштенің жасаған ғибадат құлшылықтарының, зікір истихфарларының сауабын сол құлының атына қиямет күніне шейін жазып отыратын болады. Бұл өте керемет мүмкіндік. Бұл Алла Тағаланың бізге деген мейірімінің көрінісі. Мен бұл ақпаратты естіген кезде дәл сол күні Алланың есімін зікір еткен, Әл-Холиқ есімін зікір еткен болатынмын. Өйткені бұндай мүмкіндікті құл ретінде, Алланың жаратылысы ретінде біз жіберіп алмауымыз керек. Сіз де солай бүгін естідіңіз бе? Бірден амалға асыруға тырысыңыз. Сондай-ақ бұл есімді жүкті болғысы келіп жүрген, яғни сәби сүйгісі келіп жүрген әрбір жан оқыса болады. Қалай? 7 күн ораза ұстайсыз, ауызашар сәтінде Әл-Холиқ, Әл-Бәри, Әл-Мусауир есімін 21 рет суға оқып, сол сумен аузыңызды 7 күн бойы ашасыз. Және де ашу барысында Алла Тағалаға өзіңіздің дұға тілектеріңізді айтсаңыз болады. Алла шынайы дұға етушілердің дұғаларын қабыл етуші, Алла жайылған қолды бос қайтаруға ұялатын ұлы жаратушы, жоқтан бар етуші. Сондықтан сізден әрекет, Алладан Алла ол беруші. Енді балаларымызға Әл-Холиқ есімін қалай жаттатқыза аламыз? Яғни біз айтып кеттік, ол жоқтан бар етуші, бүкіл әлемді жаратушы. Мына шаблонның ішінде Әл-Холиқ ол тауды жаратты, күнді жаратты, жаңбырды, қарды, кемпір қосақты, суды, жерді, адамдарды, жануарларды, құсты, күнді, айды жаратты. Яғни балаға сондай бір ассоциация қалдырамыз, бүкіл әлемнің иесі Алла Тағала ол Әл-Холиқ деген. Дәл осы шаблонды алу үшін описание бөлімінде ссылка тұрады. Сол ссылка арқылы өтіп өзіңізге көшіріп алсаңыз болады. Пайдалануларыңызға рұқсат. Алла Тағала ұрпағымызды иманды етсін. Келесі видеоларда Алла Тағаланың жаңа есімімен танысып, жаңаша бір иманымызды арттыратын біліммен бөлісуге мен әзірмін. Сондықтан видеоға лайк басып тіркеліп алыңыздар. Келесі видеода кездескенше.